Кайырлы күн барша қазақ елі. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының асыл мұрасын ұлықтау мақсатында Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысымен 10 тамыз Абай күні болып белгіленді. Ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, іргелі ел болайық. Ескелді ауданының Абай атындағы орта мектебінің ұжымы сіздерді осы ұлы мерекемен құттықтайды. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінен қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығарып, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салқылдап саған туған бойың етпе. Қайғы келсе, қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе, қызықпа, оңғақ берме. Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме.